Армысыздарма, қайырлы күн. Бүгінгі сіздерге ұсынатын сабағымның тақырыбы пайдаланушы интерфейс. Ғабдолла Махамбетов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі Құлашева Нұрсұлтан Нәсіпқалиқызы. Бүгінгі сабағымыздың жалпы оқудағы мақсаты пайдаланушы интерфейстерге эргономикалығын бақылау. Және де осы сабақтың мақсаты оқушылар барлық пайдаланушы интерфейстердің түрлерін және олармен жұмыс жасау маңыздылығын, сонымен қатар бағдарламаларды қолдануды үйренеді. Сабақтың мен негізгі бөлімінде екі платформаны алдым. Бұл жерде бірінші таныстыратын платформаларымыз сіздерге Learning Apps платформасында құрылған тапсырмалар. Яғни бұл жерде бізге берілген сұрақтар сары түспен белгіленген, оның жауаптары астыңғы көк түспен белгіленген. Оқушылар осындай түрде орындайды. Сары, яғни сұрақ компьютерді аппараттық басқарудың негізгі элементін көрсет. Соның жауабын апарып тінтуір болса, апарып сәйкестендіреді. Келесі сұрағымыз тінтуір таңдалған объектілерді мына жерде бос орынға апарып қою керек, мүмкіндік береді. Мысалға осылай сәйкестендіреді оқушы. Содан кейінгі сұрағымыз барлық объектілердің арнайы белгішелерін көрсет. Үшіншіден оқушылар белгішелерін көрсетіп сәйкестендіреді. Келесі сұрағымыз графикалық интерфейс элементтерін көрсет. Кейбір оқушылар бұл жерлерде қателесуі де мүмкін, сондықтан келесі сұрағымыз ол элемент қандай объектілерді көрсетуге негізделген. Осылай етіп оқушылар сәйкестендіреді. Сәйкестендіргеннен кейін біз мына түймешені басатын болсақ, бұл жерде сұрақтардың дұрысы немесе қатесі белгілі болады. Жақсы, енді тексеріп көреміз. Сіздерде көрініп тұрғандай, жаңағы айтқандай, мына екі сұрағымызда оқушылар қателескен, және келесі үш сұраққа біздер дұрыс жауабын алғанын көреміз. Келесі платформа Geopathy Labs платформасында құрылған тапсырмалар. Яғни бұл платформада біз тақырыбымызға сәйкес 5 бөлікке бөліп алдық. Пайдаланушы интерфейсі, командалық интерфейс, графикалық интерфейс, жұмыс үстелі және қорытынды. Осы сұрақтар бойынша біздерге тапсырмалар беріліп, соған сәйкес 10, 20, 30, 40, 50 ұпайлары дұрыс жауап берген оқушылардың тобына қосылып отырады. Яғни біздерде ұйымдастыру бөлімінде оқушылар 4 топқа бөліп алғанбыз: интерфейс тобы, операциялық жүйе тобы, команда тобы және графика тобы. Бірінші команда тобы біздерде сұрақтарды таңдап көрсін, 30 ұпай жинайды, егер осы сұраққа дұрыс жауап беретін болса. Windows командалық интерфейсі нешеге бөлінеді? Оқушылардың біздер дұрыс жауабын тыңдап аламыз. Дұрыс жауабын дұрыс екен немесе қате екенін анықтау үшін біздер жоғарыдағы түймені басамыз. Сол кезде біздерге жауабын шығарып береді. Дұрыс болған жағдайда командаға жаңағы плюс түймесін басамыз. Сол кезде жинаған алған өздерінің 30 ұпайлары сол команданың еншісіне түсіп отырады. Келесі сол секілді графика тобынан бір сұрақты жауап берейік. 40 ұпайлы сұрақ. Құжаттар терезесі. Сұрақтың жауабын көреміз. Оқушылар жауап бергеннен кейін. Пайдаланушының жеке бумасында орналасады екен. Енді бұл дұрыс жауап берген болсақ, қосу түймесін басып, осылай әрмен қарай сұрақтарға жауап беруді жалғастырамыз.